Шыңғыс хан. Шығыста Тынық мұхитынан батыста Еуропаға дейін созылған алып империя құрған, қазіргі көптеген халықтардың қалыптасуына тікелей әсер еткен, адамзат тарихында орнын ойып қалдырған даңқты қолбасшы. Шыңғыс ханның жеке тұлғасына, ұлтына байланысты пікір сан алуан. Біреулер оны адамзаттың жауы санаса, кейбіреулер мықты әрі әділ мемлекет құрған данагөй саясаткер санайды. Бүгінгі видеомызда Шыңғыс ханға қатысты ең жиі қойылатын сұраққа жауап беруге тырысамыз. Шыңғыс хан қазақ па, моңғол ма? Нақтырақ айтсақ, Шыңғыс ханның ұлтына қатысты нақты 5 факт, 5 тұжырым келтіретін боламыз. Ең алдымен, қазақ кім, моңғол кім деген сұраққа жауап берейік. Қазақ халқы дешті қыпшақ пен Тұран даласын мекендеген көптеген ру тайпалардың бірігуінен пайда болған ұлт. Бұл рулық бірлестікке Арғын, Найман, Керей, Қыпшақ, Қоңырат, Қият, Жалайыр, Әлім, Адай, Үйсін, Қаңлы және тағы басқа көптеген ру тайпалар кіреді. Ал қазіргі моңғолдар кім? Моңғолия жұртының 90%-ы халха моңғолдар. Қалғаны ойраттар және аздап қазақтар кездеседі. Халха моңғолдар 16 ғасырда Моңғолия жеріндегі әртүрлі далалық ормандық тайпалардың бірігуінен пайда болған. Ол тайпаларға Хотогой, Дариган, Хорчин және тағы басқа ру тайпалар жатады. Ойраттарға Шорос, Хошауыт, Дүрбіт, Торғауыт тайпаларын жатқызамыз. Қазақтар кезінде ойраттарды қара қалмақ деп атаса, халқаларды құба қалмақ деп атаған. Оларды ешқашан моңғол деп атаған емес. Ал Моңғол халық республикасы 1924 жылы кеңес үкіметінің қолдауымен құрылған. Бір қызығы, мемлекетті елдің 90%-ын құрайтын халқалардың атымен емес, Моңғол халық республикасы деп атаған. Неге? Бұл сұраққа әркім өзі жауап бере жатар. Енді Шыңғыс ханға оралайық. Шыңғыс ханның ұлтын білу үшін біз мына 3 нәрсеге назар аударуымыз қажет. Бірінші, Шыңғыс ханның руы мен шығу тегіне. Екінші, Шыңғыс хан мемлекетінің алғашқы кездегі этникалық құрамына. Үшінші, Шыңғыс заманындағы деректер мен қолжазбаларға. Осы аталған 3 категорияға сүйене отырып, мен сіздерге нақты дәлелдер мен фактілерді келтіретін боламын. Барлық дерек көздерге сілтеме описаниеде болады. Бірінші факт. Шыңғыс ханның руы мен шығу тегі. Шыңғыс ханның руы Қият Боржігін. Боржігін үлкен Қият руының бір тармағы болып табылады. Ал Қият руы қазіргі қазақ, қарақалпақ халықтарының құрамында. Шыңғыс ханның шығу тегі жайлы нақты ақпаратты Рашид ад-Диннің Жамих ат-Тауарих атты еңбегінен таба аламыз. Рашид ад-Дин 1247 жылы дүниеге келген. Ол Хулагу мемлекетінде министр қызметін атқарған және Абақа ханның жеке дәрігері болған. Рашид ад-Дин 1301-1316 жылдары Ғазан ханның бұйрығымен ұлы даладағы көшпелі тайпалардың өмірі мен Шыңғыс әулетінің шығу тарихы туралы еңбек жазып шықты. Бұл шығарма 2018 жылы қазақ тіліне аударылып, 5 томдық кітап болып жарық көрді. Қызық болса, кітапқа сілтемені описаниеде қалдырамын. Шыңғыс ханның руына қатысты бұл еңбекте былай делінеді. Шыңғыс хан. Оның ата-бабасы мен бауырлары жоғарыда айтылған атақты дәрежеге ие Қият руына жататындығына қарамай, Шыңғыс ханның әкесі болған Жесугей Баһадүрдің перзенттерінің лақап аты Қият Боржігін болды. Содан олар әрі Қият, әрі Боржігін болады. Боржіген түркі тілінде көзі көк адам дегенді білдіреді. Олардың жүзінің түсі сарғыш болып келеді. Жами ат-Тауарих, 1 том, 151 бет, қазақша нұсқасы. Шыңғыс ханның ұлтының кім екенін Рашид ад-Дин кітабындағы келесі жолдардан нақты біле аламыз. Моғол рулары жалпы көпшілік түркі руларының бір тобы болған. Олардың түркескіні де, тілдері де өзара басқа түркі руларының түр әлпеті мен тілдері сияқты ұқсас әрі жақын. Бұл халықтың бәрі өзінің шығу тегін Нұх пайғамбардың баласы Яфестен алады. Оны олар түркілер Абылжа хан деп атайды. Әрі ол жалпы түркі тайпаларының атасы болып табылады. Жамих ат-Тауарих, 1 том, 148 бет, қазақша нұсқасы. Бұл жерде Рашид ад-Дин меңземей, жасырмай Шыңғыс ханның ұлтын моңғол емес, түрк деп нақты айтып отыр. Ал моңғол сөзіне келсек, Шыңғыс хан өз халқын ешқашан моңғол демеген, мұғыл деп атаған. Жамих ат-Тауарихте мұғыл сөзіне қатысты мынадай анықтама берілген. Мұғыл сөзі алғашында моң-ұл деп аталған. Яғни мұңлы бейшара,
әрі ақ көңіл, ақ жарқын, кішіпейіл деген мағынаны аңғартады. Жами ат-Тауарих, 1 том, 149 бет. Бұдан ұққанымыз, мұғыл атауы түрік сөзі, және Шыңғысхан өз халқын түрікше атаған. Шыңғысхан жайлы ең сенімді әрі ең ежелгі деректердің бірі оның өзі де халқы да түрік екенін айтып тұр. Екінші дәлел. Шыңғысхан жайлы ең ежелгі дерекке 1221 жылы оңтүстік Сун елшісі жазған Мында Быйлу еңбегі жатады. Аталған кітап Шыңғысханның тірі кезінде жазылған жалғыз қолжазба. Татарлар алғаш билік құрған жерлер Қидан елінің солтүстік батысында. Татар тайпалары Шато руынан тараған. Олардың 3 түрі кездеседі: қара, ақ және жабайы татарлар. Мында Быйлудан тағы бір дерек. Ақ татар аталатындар сыпайы және ата-аналарын құрметтейді. Әкесі немесе анасы қайтыс болған кезде олар жүздерін пышақпен кесіп жылайды. Ал олардың мемлекеттік істерін татар билеушісі Шыңғыстың қызы Бици уақытша жүргізіп отыр. Ал Шыңғыстың ұлты жайлы мына жолдарда айтылған. Қазіргі император Шыңғыс және оның барлық қолбасшылары мен кеңесшілері қара татарларға жатады. Мында Быйлу еңбегі де Шыңғысханды моңғол емес, татар дейді. Ол заманда түркілерді татар тайпасының құдіретті болуының әсерінен татар деп атаған. Қолжазбада Шыңғысханды татар атау себебі осы. Сөзімді дәлелдеу үшін тағы да Рашид ад-Диннің еңбегінен дерек келтірейін. Түркілердің татар аталуы жайында ол былай дейді. Татарлар билік, күш-құдіретке және сый-құрметке ие болғандықтарынан өзге түркі рулары өздерінің түрлі атаулары мен дәрежелері болғанына қарамай, олардың, яғни татарлардың атымен танымал болып, барлығы татар деп аталып кетті. Бұдан шығатын қорытынды мынау. Қытайлық ежелгі деректе де Шыңғысханның түрік екендігі жазылған. Енді келесі 3-ші фактқа көшейік. Шыңғысхан мемлекетінің негізінде қандай ру тайпалар тұрған? Моңғол тайпалары ма, түркі тайпалары ма? Осы сұраққа жауап берейік. Моғол империясы Қият, Қоңырат, Керей, Уақ, Татар, Жалайыр, Найман, Меркіт, Қыпшақ сияқты түркі руларының бірігуінен пайда болған. 1206 жылғы құрылтайда Шыңғысхан осы тайпаларды біріктіру арқылы мемлекеттің негізін қалаған. Осы айтылған рулар Қазақ, Өзбек, Қарақалпақ, Ноғай және тағы да басқа қазіргі түркі халықтарының құрамында. Демек, осыдан шығатын тұжырым Моғол мемлекетінің негізгі халқы түркілер. 4-ші факт. Итальяндық саяхатшы Плано Карпинидің жазбасы. Иоанн де Плано Карпини еуропалықтардан ең алғашқы болып Моғол империясына саяхат жасаған жиһанкез. Карпини 1245 жылы Алтын Орда астанасы Сарайда болып Бату ханмен кездескен. Одан кейін Қарақорым қаласының жанындағы шатырда Ұлы хан Күйіктің қабылдауында болып 1247 жылы аман-есен Римге оралған. Ол өзінің саяхаты жайлы «История монголов именуемыми татарами» атты еңбегінде баяндаған. Өзінің жазбасында ол Шыңғысханды һәм оның жұртын түрік деп атайды. Егер де Карпинидің бұл жазбасын түпнұсқасында оқығыңыз келсе, сілтемені описаниеде қалдырамын. Ал біз келесі дерегімізді баяндайық. 5-ші факт. Әбілғазы Баһадүр ханның шежіресі. Әбілғазы Баһадүр 1645-1663 жылдары Хиуаның ханы болған. Тарихшы, шежіреші, өз заманының білгірі. Оның шежіреи тарихима және шежіреи түрк атты шығармалары бүкіл түркі халықтарының шығу тегі жайлы өте құнды ақпараттар береді. Әбілғазының түркі халықтары шежіресі былай тарқатылады. Нұх пайғамбар 3 ұлын 3 тарапқа, Хам атты ұлын Үндістан жаққа, Сам атты ұлын Иран жаққа, Яфес атты ұлын солтүстікке жібереді. 3-ші ұлы Яфес Еділ мен Жайық суының арасына қоныс тепеді. Яфестің 8 ұлы бар еді. Олар түрік, хазар, сақлап, орыс, мең, шың, кеймар, тарих. Яфес өлерінде орнына үлкен ұлы түрікті отырғызып кетеді. Түріктің 4 ұлы бар болған. Түттік, Хакал, Барсыжар, Амлақ. Ол өзінің орнына түтікті отырғызып, қайтпас сапарға аттанады. Түтіктен кейін елші, елшіден Деббаққой, одан Күйік, Күйіктен Алынша тарайды. Алынша көп жылдар бойы хан болады. Алыншаның 2 ұлы бар еді. Бірі моғол, бірі татар. Атақты Шыңғысхан осы моғолдың ұрпағы.
Әбілғазы да атақты шежіресінде Шыңғысханды түріктен таратып тұр. Қорытындылай келе мынаны айтқым келеді. Совет үкіметінің идеологиясына ұшырамаған кез келген дерек, қолжазба Шыңғысханның түрік екендігін, біздің халқымызға тікелей қатысы барын жариялап тұр. Тіпті біздің рулық жүйеміз, шежірелеріміз, жыр дастандарымыз, мәдениетіміз Шыңғысханның бізге бөтен еместігін білдіріп тұр. Айтылған деректер мен тұжырымдар Шыңғысханның түрік екендігіне, біздің бабамыз екендігіне ешқандай күмән қалдырмады деген ойдамын. Өкінішке орай, әлі кезге дейін біз Шыңғысхан тарихына, төл тарихымызға Совет үкіметінің салып берген көзқарасымен қарап келеміз. Осы уақытқа шейін Шыңғысханды жат жерден келген басқыншы, қанішер санап келдік. Негізінен біздің халқымыздың, жалпы түркі халықтарының тарихы, мәдениеті Шыңғысханмен тікелей байланысты. Шыңғысханды қазақтың, түркінің тарихынан ысырып тастау, түркі халықтарының мәдениетіне, тарихына жасалған үлкен қастандық. Егер де біз тарихи санамызды өзгертпей, өзіміздің тарихымызға, мәдениетімізге өзгенің көзімен қарап балта шабатын болсақ, ұлттық тұтастығымыздан, мәдениетімізден айырылып қалуымыз мүмкін. Ал ұлттық тұтастығымызды жоғалтсақ, ата-бабамыз мирас еткен ұлан-байтақ жерімізден мақұрым қалуымыз ғажап емес.